Вав, кенеттен қаһарлана жауыз адам шыға келеді. Менің де осындай киімім болса ғой. Вав! Енді барлығын мені сыйлайтын боласыңдар. Міне керемет, мен де бәрі сыйлағанын қалаймын. Қызық, ол үшін не істеу керек екен? Түсіндім. Бұл жерде кімнің басты екенін түсінулері үшін күшті болу керек екен ғой. Ашылу, бәрін сындырып, қирату. Арамшыдан жыламын, гүліме су құямын, міне осылай. Не деген жұпар иіс. Сәлем күшік, қарашы, өсірген гүлдерім қандай әдемі. Мұнаны да гүл деп тұрсың ба? Арамшөп қой. Не дейсің? Тіпті де әдемі емес. Сен не істеп жатырсың? Міне, енді дұрыс болды. Менің гүлдерім, неге таптадың? Неге? Орнына жаңасы шығар. Менің гүлдерім. Алақай, іске асты, шылағаны сыйлағаны. Бұл деген оп-оңай екен ғой. Дайын болды. Енді біздің қамалымызды ешкім бұза алмайды. Бәлем, құлыншақ пен балапан ойнап жатыр ма? Қамал салыпты. Қазір мен оларға көрсетейін. Не істеп жатырсың? Міне сендерге, енді мені сыйлайтын боласыңдар. Қамалдарыңды жаулап алдым. Енді сабақ тақырыбы жазылды. Сызбаны салдым. Бәрі дайын. Сабақты бастауға да болады. Сонымен сабақ тақырыбы бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Бұлар қайда екен? Бүгін ешкім оқығысы келмейді ме? Әйтеуір біреуің келдің бе? Олу, қазір ол да мені сыйлай бастайды. Керемет болар еді. Сәлеметсің бе күшік? Келгенің жақсы болды. Бүгін қызықты тақырып болады. Айттыңыз ау, мүмкін менің оқығым келмейтін шығар. Оқығың келмей ме? Жоқ, түкте қызық емес. Не болған саған? Неге олай жасадың? Өзімді сыйлату үшін? Барлығы мені сыйлау үшін? Қошақанның гүлін таптадым. Балапан мен құлыншақты да ренжітіп кеттім. Мен мықтымын. Мен сыйлы болуға лайықтымын. Неге? Расымен солай ойлайсың ба? Қандай нәтижеге қол жеткізгеніңді дұрыстап қарап шығайықшы. Қошақан жылап отыр. Балапан мен құлыншақ мұңайып отыр. Саған өкпелі. Бірақ сыйламайды.
мүлдем. Бірақ комикстарда мен оқығанда ондағы кейіпкер бәрін сындырады, жарады, бірақ оны бәрі сыйлайды. Жоқ, сен барлығын керісінше түсінгенсің. Сыйластыққа өзге іс-әрекеттермен ие болады. Ал қалай дедің? Әлгі кейіпкерлеріңнен барлығы қорқады. Мен сол сияқты болғым келген. Қазір менен де барлығы қорқады. Ай, мына комикстерді ме? Енді не істесем екен? Өзімді қалай сыйлатам? Алдымен достарыңнан кешірім сұра. Оларға көмектес. Содан кейін не істеу керектігін айтармын. Жарайды, айтқаныңызды жасайым. Әттең-ай, гүлдерім-ай. Неге келдің? Кет бұл жерден. Көргім де келмейді сені. Қошақан, кешірші өтінем. Менікі дұрыс болмады. Қатты қателестім. Алақай, гүлдерім қайта гүлдеді. Күшік, рахмет саған. Енді не істесек екен? Қамалымыз бұзылған, ештеңе де қалмады. Қайтадан құрастырамыз, бәріміз бірге. Кешіріңдерші мені. Қамалды бұзғаныма өкініп тұрмын. Бізге көмектесесің бе? Қуана-қуана. Мәссан! Күшті қамал жасадық. Тағы да біреу келіп бұзып кетсеші. Керек десеңдер, мен күзетейін. Жақсы болар еді, қамалдың қорғаушысы боласың. Тамаша! Рас па, алақай! Рахмет сендерге, балалар! Қалай? Бәрін жасадың ба? Мен достарыма көмектестім. Олардан кешірім сұрадым. Олар мені бұрынғыдан да артық сыйлайтындай көрінді. Дұрыс айтасың. Қайырымдылығың, көрсеткен көмегің, жақсы істерің үшін сыйлайды. Түсіндім. Енді мен ешкімді де ренжітпеймін. Ақылды болам. Сенің қолыңнан бәрі де келеді. Ал мен кетейін. Басқа да достарыма көмектесуім керек. Сау болыңыз, ұлу. Кездескенше.